Қос бірдей перзентіміз жас жұбайлар Әбубәкір Ғасырбек Садуақасұлын және Хайрадин Нұрзада Мұхамади қызын 21 жасқа толған туған күндерімен шын жүректен құттықтаймыз. Отбасылық өмірге қадам басқан екі жұпқа бақыттың баянсын, арманның аяулысын, шаңырақтың шаттығын тілейміз. Ғұмырлы болыңдар, денсаулықтарың мықты, өмірлерің мәнді де сәнді болсын. Қос бұлақ еді, бір өзенде қосылды, сол шаттықтан көңіліміз тасынды. Бүгін міне біздің перзенттерге де жаңа өмірдің бақ есігі ашылды. Жастық шақтан бақыт гүлін жинаңдар, бір-біріңді жұбай болып сыйлаңдар. Жақсылықты жанға серік еткізіп, жалау болсын жандарыңа имандар деген ізгі тілектермен Ғасырбектің ата-анасы Садуақас пен Пернегүл және құда-құдағилары мен ағайын туыстары, ал Нұрзаданың ата-анасы Мұхамади мен Бибігүл, ағалары, апалары, інілері мен барша туған туыстары құттықтайды. Ардағым менің, жан-жарым менің, жазылмасын біздің жұбымыз мәңгі. Ағарып атқан таңдарым менің, тек сені мен жаным арайлы сәнді. Жаңылсам жолымнан кейде, сен өзің шырағым болды. Шөлдесем сусыным қанбай, мөп-мөлдір бұлағым болды. Шалқысам көңілім тасып, шырқайтын жырәнім болды. Өмірде адаспай тапқан, сен менің сыңарым болды. Аяулым менің, жан-жарым менің, жазылмасын біздің жұбымыз мәңгі. Ағарып атқан таңдарым менің, тек сені мен жаным арайлы сәнді. Ардағым менің, жан-жарым менің, жазылмасын біздің жұбымыз мәңгі.